Сәлем әлем, есімім Асылжан Қанатұлы. Жастарға қандай ұсыныстарым бар, қандай ақыл кеңесім бар деген сұрақтарды көтергім келіп отыр. Мен өзім осыдан 12 жыл бұрын университет қабырғасын тәлімдегем, ал мектеп қабырғасын осыдан 15 жыл бұрын бітірген болатынмын. Ол кезде осыдан 15 жылдың өзінде, 10 жылдықты алайықшы өзі, 10 жылдың өзінде қазіргі материалдардың базасы, қазіргі мүмкіндіктер, тіпті сол қазіргі басты тақырыптарының бірі жасанды интеллекттің өзі де болған жоқ. Сол ресурстарды жастарға айтатын, қолда бар ресурстың бәрін пайдалану керек. Әсіресе оқушыларға айтарым. Сендер мектеп қабырғасында оқып жүріп, бар мүмкіндіктерді пайдалануларың керек. Ресурстық центрлар, ресурстық орталықтар, нақтырақ айтып кетсек, кітапханалар, қазіргі мына интернет жүйесіндегі барлық ақпараттар сендердің қолдарыңда. Оның қолдана аласыңдар. Жаңағы жоғарыда айтып өткен жасанды интеллект, ол сендерге көмекші болу керек. Жалпы адамзатқа ол көмекші ретінде жасалған дүние. Ол ешқашан адамның ой санасын, адамның ақылын ешқашан алмастыра алмайды. Ол сендердің көмекшілерің болуы керек. Студенттерге де айтарым сол. Толық автоматты түрде жүгінуге болмайды кейбір процестерді. Сен ол процестерді жүйелей білуің керексің. Жалпы тағы да бір айтарым, бір ұсынысым, крик души дейді ғой. Жан айқайым, бұл жасанды интеллектіні сендер көмекші ретінде қабылдауың керек. Сендердің қойған сұрақтарың сұрақ-жауап форматында шектелмеу керек. Сен ол өзіңе қажетті тақырыпты, немесе қажетті жауаптарды автоматты түрде жүйелеу барысында сұрағыңды дұрыс қою арқылы өзіңе керекті ақпаратты алуың керексің. Жаңа жоғарыда айтып кеткен, не студент болсын, оқушы болсын, сен қолындағы бар ресурстарды пайдаланып, губка сияқты өзіңе сіңіріп алуың керексің. Өйткені адамзаттың уақыты өте құнды ресурс. Жас келген сайын, жас өткен сайын, жылдар өткен сайын кейбір заттардың үлгермей жатасың. Яғни қазір жастар бәрін өзіне сіңіріп, өзіне құнды заттардың бәрін өзіне жиып теріп алу керек. Өйткені үлкен өмірге қадам басқанда, оның бәрі сенде база ретінде, фундамент ретінде саған көмекші болу керек. Даму жолында өздеріңді жетілдірулерің керек. Өз мысалымды айтатын болсам, мен ресми түрде марафоншымын. 42 километрді бағындырып, әртүрлі марафон шараларына қатысудамын. Яғни өзімді шынықтырып, денемді шынықтырып, өзімнің денем әрбір адамзаттың өзінің тұлғасы, ол аманаты өзінің қолындағы. Яғни ол өмір сапасына да әсер етеді. Яғни әрдайым шынығу жүрек. Мен бәріне бірден айтпаймын жүгіріңдер деп. Жүгірудің де әрбір спорт түрінің де бір адам ағзасына кері әсерлері болады. Оны мойындау керек. Мысалы жүрекке, жүрек қан тамыр қысымына да әрбір спорт түрінің өзінің бір тәуекелдері болады. Сондықтан мен бәріне айтарым, бір белгілі бір спорт түрінің хас шебері болуының міндет емес әрбір адам баласына. Бірақ сен өз денеңді әрдайым шынықтырып жүруің керексің. Мысалы, кейбір адамдар болады, бір жерде отырып шөгіп қалуы мүмкін. Мен түсінем, жұмыс салты, мысалы, ғылыми жобалар жазатын проектировщиктерді алатын болсақ, архитекторларды алатын болсақ, олардың жұмысы картографиялық және компьютердің алдында өтеді. Бірақ сен жұмыстан тыс өзің денеңді шынықтыруың керексің. Тіпті таңертең қарапайым бір жаттығуларды жасауың керексің. Буындарыңды шынықтырып, денеңді шынықтырып. Себебі, егерде бұлшық еттер жұмыс істемей бір қалыпты жүріп отырып тұру функцияларын ғана жасайтын болса, ол өзінің белгілі бір өзінің табиғатының функцияларын жоғалта бастайды. Кәсіби түрде бәріне айтпаспын, спортпен кәсіби бір түрін таңдап айналасыңдар деп айтуға менің құқығым да жоқ, бірақ міндетті түрде бәріне айтатын денемізді шынықтыруымыз керек. Өзі бәрімізге белгілі бір
мектеп қабырғасында да өтіп едік қой, дене шынықтыру. Дене шынықтыру деген не? Өзі атауында да тұр. Денені шынықтырып, жаттықтыру отыру керек. Біздің бұлшықеттеріміз, біздің клеткаларымыз тұрақты бір қалыпта тұрып қалса, онда дабыл болмайды және белгілі бір ауру салдарына да алып келуі мүмкін. Сондықтан кішігірім жаттығулар жасау бәрімізге міндет. Ендігі келесі бір сұрақтардың бірі уақытымызды тиімді пайдалану. Уақытты тиімді пайдалануымыз не? Дегеніміз не? Басты ол біз жоспар болу керек. Біз өз уақытымызды жоспарлай білуіміз керек. Мен оны не үшін, және белгілі осы сұрақтарға жауап беру керек. Мен оны не үшін жасап жатырмын, қандай мақсатта, және ол маған қандай құндылықтарды, қандай нәтиже береді деген сұрақтарға нақты жауап алып, жоспар жасай білуіміз керек. Белгілі бір іске кіріспес бұрын сен сол жоспарың бойынша тек қиялда ғана жүрмей, нақты бір қадам жасауың керексің. Сол бір қадамың келесі бір жүйеге алып келу керек. Сенің жұмысың жүйелі түрде болып жалғасу керек. Сонда сен уақытыңды тиімді пайдаланасың. Жоспарды жаздың ба? Бірінші жұмыс қандай? Белгілі бір уақыт қоясың. Сол уақыттың ішінде өзіңді жүйелей біле, жұмысыңды соған реттеп, сен нәтижеге жететін боласың. Маған сұраныс бойынша бір ғана кеңес бер деп отыр. Өте қиын әрине сұрақ екен. Кеңес беретін болсам, біз қоршаған ортамызды сақтауымыз керек. Басты бір кеңесім осы болсын. Жаңа айтқан сөздерімді толықтыратын болсам, қоршаған ортамызды қорғап, сақтай білуіміз керек. Болашақ сен адам эгоцентристі болмау керек. Мен өзім қара басымды ғана ойлаймын деген принциптерден аулақ болу керек. Біз экоцентризм жүйесін құруымыз керек. Қоршаған ортамызды сақтай отыра, өзіміздің ортамызды сақтай отыра, ортамызды дамыта түсе, сен өзіңді ғана емес, қоршаған ортаңды, айналаңды көркейтесің.